Шәрияр дастаны Қарақалпақ жырауларының репертуарынан кеңінен орын алған, һәм халықтың сүйіп тыңлаған дасталарының бірі Шәрияр. Дастан өткен әсірде жазушы, шайыр һәм ілімпазлар тарапынан әрқилы жыллары белгілі Қарақалпақ жыраулары Құламет, Өтенияз, Қияз, Есемұрат, Әбдірайым, Әжімұрат, Жұмабай Базаров һәм Жұмабай Сейдуллаевлардан жазып алынған. Шәрияр дастанының осы жыраулардан жазып алынған вариантларының ішінде 1980 жылы ілімпаз Байниязов тарапынан Шоманай районында жасаушы Жұмабай жырау Базаровтан жазып алынған варианты айрықша орын иелейді. Дастанның ұлыма көлемі 507 бет, 4361 мың қатар қосықтан ібарат. Қарақалпақ фольклортану ілімінде Шәрияр дастанының Жұмабай Базаров варианты бойынша арнаулы іліми ізертлеу жұмыслары алып барылмады. Тек қана ізертлеуші Кеңесбаеваның докторлық диссертациясында дастанның басқа вариантлары менен бірге Жұмабай Базаров варианты хақында да пікірлер білдіріледі. Шәрияр дастаны Қарақалпақ халқының бай тарихи һәм мәдени мирасларының жарқын үлгісі ретінде милли сананы қалыптастыруде, жастарды тәрбиелеуде зәрурлі рөл ойнайды. Бұл дастан тек қана Қарақалпақ халқының үрп-әдетлері, қадыриятлары һәм дәстүрлерін сәулелендіреді. Бәлкі, қадыриятларды жастар сана сезіміне және кеуіліне сіңдіру ұшында айрықша жол болып табылады. Осы кітапты оқу үшін сілерді Тахеташ районы мәлімнеме кітапхана орайына шақырып қаламыз.